3 сынып қазақ тілі пәні 3-90 атақты тұлғалар ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: мәтіннің жанрын, яғни әңгіме, тұрмыс салт-жырлары, бата, мақал-мәтелдер ажырату, әңгімелеу, сипаттау мәтіндерін анықтау. Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар: қандай, қай, қашан, қайда құрастыру және оған жауап беру. Өз бетінше шағын мәтіннен көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану. Бағалау критерийі: мәтіннің түрін және жанрын анықтайды, мәтін бойынша сұрақтар қойып жауап береді, жалғауларды орынды қолданады. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы, тапсырмаларды орында. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Бірінші, мәтіннің жанрын анықтап белгіле. Әрине, әңгіме. Екінші, бұл мәтінде кім туралы жазылған? Абай Құнанбайұлы туралы жазылған екен. Үшінші, мәтін бойынша бір сұрақ құрастыр. Абай кім және оның қандай шығармалары бар? Екінші тапсырма: қарамен жазылған сөздерге қосымшалардың дұрысын жалғап жаз. Біздің үйде егіз лақ бар. Мен оларға жем шөп беремін. Лақтарым өте кішкентай және сүйкімді. Олар тастан тасқа секіріп ойнайды, жүгіреді. Кешке қарай атам екеуміз оларды қораға қамаймыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.